Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге мектепке дейінгі тәрбие берудегі ұлттық мәдени құндылықтар пәнінен дәріс оқимын. Бүгін бізде 12-ші лекция. 12-ші лекцияның тақырыбы халықтық педагогикадағы патриоттық және адамгершілік тәрбие. Осы тақырып аясында келесі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші мәселе – патриоттық пен адамгершілік тәрбие ұғымына түсінік. Екінші мәселе – адамгершілік тәрбиесі туралы ғұлама ойшылдар мен ағартушылардың көзқарастары. Үшінші мәселе – мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілік, патриоттық сезімге тәрбиелеудің міндеттері. Бірінші мәселе бойынша қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу қазіргі таңда, болашақта да өзекті мәселе. Патриотизм сөзі грек тілінен аударғанда отандас, отан, туған жер деген мағынаны білдіреді. Яғни отанға деген сүйіспеншілік бар, күш қуатыңды отан игілігі мен мүддесіне жұмсау деген мағынаны беріп тұр. Патриотизм дегенде әуел бастан-ақ адам болғалы туған жерін, ана тілін, елдің әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін құрметпен қастерлеген. Бұл патриоттық сезімге ерте заманнан-ақ қалыптасқан. Мұның терең мағынасында ұлтжандылық жатыр. Адамзаттың ортақ үйі жер шары екендігі белгілі. Осынау ортақ үйде жанымызға жақын киелі бір мекен бар. Ол отан, яғни Қазақстан Республикасы болып табылады. Адам бойындағы ізгі қасиеттердің бәрі бала кезінде көрген әдеттері мен алған тәрбиесінен бастау алады. Қалай десек те, ол түйсік ретінде жадымызда сақталған. Бұл адамның ішкі әлемін жарқыратып ашу үшін және сыртқы дүние жағдайына үлестіре қалыптастыру үшін қажет. Адамның туғаннан бері көріп түйгенін, сан ғасырлар бойғы ата-бабасының нені өсиеттеп өткендігін еске түсіріп дамытып отыру үшін ұлттық тәрбие қажет. Отанға деген сүйіспеншілік болмаған жерде ерлік тумайды. Ұлттық намыс сол ұлттың туа бітті өзіндік ерекшелігі. Тұтастай алып қарағанда, әрбір ұлтта немесе жеке адамдарда намыс бар, ал ұлттық намыстың жөні бөлек. Ол адамдардың бәріне ортақ болып қалыптасқан заңдылық. Соғыстағы ең мықты қару адамның биік рухы. Ерлік дегеніміз жауынгерлікке тәрбиелеудің және адамның өзімен іштей күресуінде өзін-өзі меңгеріп жеңе білуінің нәтижесі. Ұлттық намыс болмаса, ұлт батырлары да болмайды. Демек, ұлтына деген сүйіспеншілік жоқ жерде патриотизм тумайды. Егер тура мағынасында айтсақ, патриотизм адамды өзінің арғы тегімен жалғастырып жататын арқауы мықты қасиетті жіп. Патриотизм туралы көптеген қоғам қайраткерлері, көптеген қаламгерлер өз пікірлерін, ойларын білдірген. Мысалға, Шоқан Уәлиханов: менің патриоттық сезімім ірбіт сандығындай. Мен ең алдымен өз отбасымды, туған туыстарымды қадірлеймін. Содан соң ауыл-аймақ, ел жұртымды, руластарымды, одан соң халқымды депті. Бауыржан Момышұлы: патриотизм отанға деген сүйіспеншілік, жеке адамның аман саулығының қоғамдық мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну. Ал мемлекетті нығайту дегеніміз жеке адамды күшейту екенін мойындау. Қысқасын айтқанда, патриотизм мемлекет деген ұғымды жеке адаммен, яғни оның өткенімен, бүгінгі күнімен және болашағымен қарым-қатынасты білдіреді дейді. Ал педагогикалық энциклопедияда патриотизм отанға, туған жерге, өзінің мәдени ортасына деген сүйіспеншілік депті. Құсайынова өзінің еңбегінде патриотизм адамның туа біткен биологиялық қасиет емес, ол әлеуметтік, тарихи қалыптасқан отанға деген сүйіспеншілік сезім. Ол отанға қызмет етуден көрінеді дейді. Жанабаева болса өз еңбегінде қазақстандық патриотизм дегеніміз Қазақстанда тұратын барлық ұлттардың ұлттық отаны деген іргелі негізге
сүйенген ұлттық патриотизмдердің сипаты дейді. Қалиева болса, патриотизм ол өзінің туған жеріне, тіліне, еліне, мемлекетке деген сүйіспеншілік сезімі. Сол мемлекеттің, отанның гүлденуіне, өсіп өркендеуіне өз үлесін қосу, қызмет ету дейді. Яғни патриоттық сезім адам бойындағы ең игі қасиеттердің бірі болып табылады. Ал енді гуманизмге келер болсақ, гуманизм латын тілінен аударғанда иманды деген мағынаны білдіреді. Ал дәлірек айтқанда, гуманизм адамның адами қадір қасиетін, бітімін, оның жеке тұлға ретінде рухани мінезділік бағасын, адамның игілігіне, оның жан-жақты дамуына жасалатын қолайлы қоғамдық қамқорлықты білдіретін көзқарастар жүйесі. Біздің елдің нағыз патриот перзенттері деп біз Алаш қайраткерлерін айтсақ болады. Алаштың ұраны, оның идеясы ұлттың біріктірілуі, тұтастырған бастама ретінде қашанда қазақтың жанымен бірге өмір сүреді десек, онда ол орасан міндеттерді орындау мақсатында қазақтың тілі мен мәдениеті, өнері мен білімі, ғылымы мен тарихы жан-жақты зерттеліп, пайдаға асырылуы қажет. Алаш қайраткерлерінің идеяларын тәрбие оқу үдерісіне енгізу арқылы балаларды патриотизмге, адамгершілікке, эстетикаға, бірлікке тәрбиелеп, қазақ халқының болашағын ойлайтын ұрпақ тәрбиелеуде үлкен жетістіктерге қол жеткізсек болады. Дүниедегі адамның жеке басынан күрделі де бай ештеңе жоқ. Оның жан-жақты дамыту, адамгершілік жағынан жетілдіру тәрбиенің мақсаты. Бұл мақсатқа жету жолы да адамның өзі сияқты күрделі. Адамгершілік тәрбиесі жастардың қоғамға, отбасына, білімге, отанға, жер бетіндегі бейбітшілікке қатынасын қалыптастырады. Осы заманға адамгершілік тәрбиесі жекелеген бағыттарға емес, адамгершілік құндылықтарға негізделеді. Адам ең әуелі адамгершілігімен, парасатының биіктігімен көрікті. Мәдениеті жоғары адам айналасындағылармен қарапайым қарым-қатынаста болады. Адамгершілік қатынастарда моральдық нормалармен өлшенеді. Моральдың негізгі міндеті адамның мінез құлқын тәрбиелеу. Осы арқылы олардың бойында әдеп сақтау қатынастарын қалыптастыру. Адам мен қоғам арасындағы қатынасты реттеу. Адамгершілік тәрбиесі жастардың сенімдерін, жағымды мінез құлық дағдылары мен әдеттерін қалыптастырады. Адамгершілік тәрбиесінің теориялық мәселелерін ұлы ғұламалар Әл-Фараби, ұстаз Ыбырай Алтынсарин және Абай Құнанбаев өз еңбектерінде кеңінен қолдап кеткен. Әл-Фараби адам өз өмірінің қожасы, сондықтан өз бағытын өзі жасау керек. Ол не нәрсеге де ұқыптылықпен қарап, жиған тергенін орынсыз шашпай, кез келген адамға сырын ашпай, өзінің мақсат мүдделері жөнінде достарымен ғана бөлісіп отыруы керек. Осылайша өмір сүрген адамның ғана ар-ожданы таза болады деген. Абай адамгершілік, әдептілік нормалар жайында көптеген пікірлер қалдырды. Оның бірінші қоятын талабы мораль жағынан ұстамды, таза болу, сыпайы мінезді, жақсы құлықты, әділетшіл, шыншыл болу. Әдепсіз, арсыз, өсекші, өтірікші, кеселді сияқты жаман мінездер мен әдеттерден, жарамсыз қылықтардан сақтанып, өзін одан жоғары санап, ондай қылықтарды бойына лайықсыз көрсе ғана адам парасатты болады. Абайдың қоятын екінші талабы тұрақтылық. Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегеніне тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық, беріктігі, қайраты бар болсын дейді. Үшінші талабы әділетшіл. Әлеуметтік міндеті дүниені белсене құрушы адамның бірі болып, халқы, отаны үшін қызмет етуі дейді. Қазақ халқы мәдени бай мұрасы, өзіне біткен табиғи ерекшелігі бар, сергек ой, сезімтал жүрек, дәстүрлі тәрбие әдіс тәсілдері бар халық. Кез келген шығармасы арқылы ұрпақ бойына ізгі қасиеттер қалыптастыруға тырысады. Әсіресе адамгершілік тәрбиені ең жоғары орынға қояды. Оларды атап айтсақ,
Ұлы тұлғалар Әбу Насыр әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Махмұд Қашқари, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсынов, Сұлтанмахмұд Торайғыров, Мұхамеджан Сералин, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Спандияр Көбеев, Бауыржан Момышұлы, Ғабит Мүсірепов, Мәлік Ғабдуллин өз еңбектерінде дәріптеп келген. Адамгершілік тәрбиесінің құрамды бөлігі ұлтжандылық, отаншылдық қасиеттер. Жас ұрпақты тәрбиелеуге қажетті негізгі адамгершілік қасиетті Спандияр Көбеевтің пікірінше ұлтжандылық болып табылады. Ақын туған елін сүю сезімі туа біткен сезім болып табылмайды. Оны адамға табиғат тарту етпейді. Ел жандылықты қоғам мен жекелеген адамдар бойына сіңіріп, дамытып, тиісті деңгейге көтереді. Отбасы мен мектеп жастарды асқақ ұлтжандылық сезімге тәрбиелеуге тиіс, дейді педагог. Енді балабақшадағы адамгершілік пен патриоттық сезімге келер болсақ, балабақшада берілетін тәрбие барлық тәрбиенің бастамасы, әрі жан-жақты тәрбие мен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын. Бала бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып, олардың өнегелі, тәрбиелі болып өсуіне балабақша ошағының тигізер әсерінің маңызы зор. Мектепке дейінгі жастағы балалар адамгершілік патриоттық тәрбие дегеніміз баланың моральдық қасиеттерін белгілі бір мақсатқа бағыттап қалыптастыру. Адамгершілік сезімдерді тәрбиелеу арқылы моральдық түсініктердің, әдеттердің және мінез құлықтың мотивтерінің қалыптасуы бірлесіп жүзеге асады және мектепке дейінгі балалардың адамгершілік тәрбиесін қамтамасыз етеді. Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілік патриоттық сезімге тәрбиелеудің нақты міндеттері. Біріншіден, балалардың үй ішіне, жақындарына, құрбы-құрдастарына, жалпы адамдарға, отанға деген сүйіспеншілік сезімін ояту және тәрбиелеу. Екінші, адамгершілік ережелеріне сай балалардың мінез құлық, ұйымдасқан тәртібін, мәдениеттілігін, жақсы әдеті мен дағдысын қалыптастыру. Үшіншіден, балалардың адамгершілік түсініктері мен қасиеттерін тәрбиелеу. Жалпы мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік патриоттық сезімге тәрбиелеу мазмұнына баланың отанға, адамдарға деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу жатады. Ол үшін алдымен балалардың ата-анасына, үйіне, туған жеріне, оның табиғатына, өз қаласына, туған туысқандарына, дос құрбыларына, балабақшаға деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу керек. Ерте сәбилік кезеңнен бастап баланы ана тілінде сөйлеуге үйрету, ауыз әдебиеті үлгілерімен сусындату ең маңызды мәселе. Бала әдеби шығармаларды, өлең, ертегі, ән, жұмбақ, жаңылтпаш, мақал-мәтелдер, батырлар жырын тыңдау арқылы ана тілінің байлығы мен әсемдігін меңгерумен қатар оны сүюді үйренеді. Балаларды халықтық қолөнері мен қазіргі композиторлардың сан түрлі азаматтық тақырыптарға арналған әндермен таныстыру, балалардың қуанышын, көңілді сезімін дамытып, еліне, туған жеріне, ұшқыштарға, ғарышкерлерге, теңізшілерге, отанға деген сүйіспеншілік сезімін ұялатып, қадірлеуді үйрету. Баланың бойына адамгершілік патриоттық тәрбиені қалыптастырудың негізгі міндеттері мен бағыттарын түйіндей келе төмендегілерді ұсынсақ болады. Бірінші, ізгілік бастамасына тәрбиелеу. Өз отбасына, балабақшасына, туған қаласына, көшесіне сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қарау. Үшінші, табиғатқа қамқорлықпен қарау. Және еңбек сүйгіштік, үлкендер еңбегін құрметтеу. Қазақ халқының салт дәстүрлеріне қызығушылықпен қарау. Мемлекеттік рәміздермен таныстыру, отанға деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу болып табылады. Сондай-ақ тәрбиешілер балалармен тақырыптық ұйымдастырылған іс-әрекеттер өткізеді. Отан туралы, туған жер туралы тақпақ өлеңдер жаттатып, әңгімелеу арқылы балалар бойына елге, жерге, отанға деген сүйіспеншіліктерін арттырады.
Еліміздің төл мерекелеріне балабақшада ертеңгіліктер өткізіп тойлайды. Осы ұйымдастырылған іс-әрекеттер ертеңгіліктерді өткізуге тәрбиешілер, ата-аналар белсене қатысып өз үлестерін қосуы қажет. Балаларды адамгершілікке, патриоттық сезімге тәрбиелеуде балабақша мен мектептің, кітапханалар мен мұражайлардың сабақтастығы да әсерін тигізеді. Қорыта айтқанда, мектеп жасына дейінгі баланың бір тұтас даму жүйесінде адамгершілік тәрбиесінің маңызы зор. Бұл мектеп жасына дейінгі бала тұлғасының қалыптасуына, әсіресе қарым-қатынасына, мінез-құлқына және іс-әрекетіне, оның өзіне және оның қоршаған орта бейнесін қалыптастыруға әсер етеді. Сондықтан адамгершілік тәрбиесі дене, эстетикалық және ақыл-ой тәрбиелермен тығыз байланысты, баланың тұлғалық өсуі мен үйлесімді дамуы үшін маңызды. Біздің алдымызда тұрған басты міндет тәуелсіз Қазақстанның әр жас жеткіншегінің жүрегінде отанына, жеріне, еліне деген ыстық сезім, шынайы сүйіспеншілік ұялату. Сондықтан біз адамзаттық көзқарасы қалыптасқан, әлеуметтік белсенділігі жоғары, отаншыл ұрпақ тәрбиелеп өсіруге аса көңіл бөлуіміз керек. Әрбір қазақстандықты өз мемлекеті қамқорлықсыз қалдырмайды, ал әрбір қазақстандық өз мемлекетінің болашақ тағдыры үшін жауапты деген ұғымды жас ұрпақ санасына сіңіруіміз қажет. Осы тақырып аясында мына әдебиеттерді пайдаландық. Сіздер де көріп пайдалансаңыздар болады. Назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.